Үйдегілерге жылда жауап беретін, нағыз қыста рахаттанып жейтін, ең бастысы атылмайтын оңай салат жасаймыз. Алдымен барлық затымызды осылай жуып, тазалап дайындап аламыз. Помидорды мясировкадан өткізіп аламыз. Қазанға сұйық майды құйып, оның үстінен пиязды осылай турап, салып, 1-2 минут қуырамыз. Оның үстінен осылай майда бөліктерге бөліп, болгар борщтарын саламыз. 7-8 минуттай қуырып алғаннан кейін, осылай болгар борщтарымыз кішірейеді. Оның үстінен теркадан өткізілген сәбіздерімізді салып, оны да 2-3 минут қуырамыз. Чеснок пен ащы бұрышты майдалап турап қосып аламыз да араластырамыз. Менің ыдысым кішірек болды, сол үшін мен үлкен ыдысқа ауыстырдым. Мясировкадан өткізіп алған помидордың шырынын осының ішіне құйып араластырып, қақпағын жауып бір қайнағанша қоямыз. Міне осылай қайнап шыққаннан кейін араластырып, баяу отта 45 минут тағы да қайнатамыз. 45 минуттан кейін осылай петрушканы майда бөліктерге бөліп саламыз. Оның ішінен тұз, бұрышымызды салып, және де қара бұрыш пен лавр жапырақтарын салып, тағы да 10 минут қайнатып аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Банка мен қақпақты 7-8 минут стерильдеп алғаннан кейін банкамызға салатымызды құйып, банка бұрағыш пен қақпағын жауып аламыз. Жауып алғаннан кейін міндетті түрде жылы жерге жатқызып қойыңыздар. Рецепт ұнаса парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қыстық салаттың ең оңай дайындалатын жолы бұл сетсевелі және тойымды, дәмді. Видеоның соңына дейін көріп, қалай жасалатынын біліп алыңыз. Бұл жерде ең керегі сәбіз, қызыл болгар бұрышы, қызанақты ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қалғандарын ұсақтап турайсыз. Қазанымызға сұйық майды құйып, әуелі пиязды қызартып қуырып аламыз. Одан кейін үстіне сәбізді саласыз, жоғарғы отта 5 минуттай қуырасыз. Сосын қызыл болгар бұрышын құйыңыз, оны да 5 минуттай жоғары отта ұстасаңыз болады. Бірақ күйіп кетпесін, араластырып тұрыңыз. Әдем болып не қайнап жатыр. Енді үстіне қызанақты құйып, осы кезде барлық дәмдеуішті қосамыз. Ащы бұрыш, яғни қалампырды, сосын тұз, міндетті түрде құмшекер, ол қышқылдығын алады. Сосын қара бұрыш, паприка, лавровый лист қоссаңыз болады. Қайнап шыққаннан кейін 20 минут тұрады. Осы қайнаумен осы кезде дәмін біліп алыңыз. Жаңа тұз жетіспесе қосасыз. Содан кейін ұсақтап туралған укроп пен сарымсақты қосып, тағы да 5 минут қайнатамыз. Міне осымен дайын. Одан кейін стерильденген банкілерге құйып, қақпағын бекітіп, жылы жерге бетін жауып қалдырыңыз. 1 күннен кейін ашып, қараңғы бөлмеге қойыңыз. Рецептпен бөліскен